Ассалаумағалейкум барша YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Қазір тауықтарыма кешкі шоу түсірейін деп жатырмын. Дала қазір бізде қараңғы. Осылардың қазір светін жағып, реттеп түгендейтін болатын боламыз. Так, мына жерде көріп тұрсыздар, тауық қораға кірмесем бәрі осы далаға жатып алатын әдеттері бар. Так, тауық қора осы. Бәріміз міне мына жақта үйшіктер дайындап болған болады. Бұл жайлы жалпы не үшін бәрі не ертең видео шығады. Мына жақта көбісі жазып жатыр екен. Неліктен дрожжи беріп жатсың, дрожжи не үшін деген сұрақтар маған қойылып жатыр. Сол сұрақтарға ертең жауап беретін болам. Әзірге міне өйстіп тауықтарымды ұстап кіргізіп жатырмын. Өйстіп кіргізіп тастау керек. Мына балапанды да кіргізіп қояйын. Солармен бірге жүре берсін. Кучинарым кіргіздім. Енді мына жақтан ар жақ қораға осы жерден тоқтығып жағалайтын боламыз. Оны жағағанда бізде ар жақ қораның светі жанады. Так, мына жақта бағана шығып кеткен тауық. Бұны қазір алып өзінің орнына кіргіземіз. Осындай осы тауық шығып кетеді. Жаңа бір қоңыр тауық бар. Сол тауық шығып кетеді. Қайта. Так, жібереміз бұларды. Так, мына жақта бәрі ақырындап жаймен, өзінің ретімен. Мына жерде осы жақында көріп жатармын. Нетсе, несушка алып келем ба деген ойын болып жүр. Жұмыртқа туатын несушка. Мына біреу үлкен тауықтарым қалдыратын болам. Уже өсіп қалған. Міне мынау мысалы өсіп қалған жақсы. Осындай өсіп қалған жақсы тауықтарды қалдырам. Сол несушка алсам ба деген ой болып жүр. Себебі бұларға қыста қаражат жем өте көп кетеді. Бізде қазір сағат 7:30 болды. Уже күн қысқарды, күн суық. Сол себептен күн бізде ерте отырады. Бүгін сіздерге бірақ видео ғана түсіріп үлгердім. Осымен 2 видео. Мұнан біз қазір баняға келдік. Мына жерде бізде тоғымыз бар. Осы тоғымызды алып мына резеткаға тығамыз. Так, резеткамызға тықтық. Енді бізде мына жақта китайский шелковаларда свет жанды. Олар уже бар ұйықтап жатыр. Бәрі жақсы болады. Осыларға салмақ жинатқызып жүрмін қазір. Бар салмақ жинауда. Светтерін қосып қоям. Осылай өздері ұйықтайды. Енді бұларға қорадан жақсы үйшік саламыз. Бұйыртса жақын арада. Себебі брудорда болғандары бұл болмайды. Және де фольга алып кеп, мына жақты фольгалайтын болам. Сосын кейін болашақта болатын жаңалықтарды айта кетсем деп едім. Мына жерде мен мына біреу шетін фольгаласам ба деген ой болып тұр. Сосын кейін мына жақта менде қора бар. Жалпы кучиндарды бірге қосып, сосын кейін
пучиндарды бірге қосып, мына үлкен тауықтармен мына жақта тумайтын тауықтарды алып, олардың көзін құртып, жалпы сатып жіберіп, бір сөзбен айтқанда. Мына жақта тумайтын тауықтар жартысы тумайды, мына жақта тумайтын тауықтар көп. Мына жақтан фольга қойып, мына жерден жаңағы утеплительный фольга көрсеткен болады мен сіздерге. Сол фольганы осы жаққа алып келіп тартып тастап, жылы болу үшін мына жаққа және былайынан тартып тастасам ба деген ой бар. Сосын мына жақта шелдерді пенкалап немесе түзеп тастасам ба деген ой болып тұр. Соларды жасағаннан кейін осы қораға несушкаларды алып келсем деген ой бар. Жалпы несушкалар жұмыртқа туады бар. Оларға адаптацияға бір айдай қажет. Одан кейін жұмыртқалардың нәтижесін береді. Ендеше сау саламатта жүргенше ертең жақсы видеолар шығады сіздер үшін. Дрожжыны не үшін беру керек бәрін айтатын боламын. Жалпы әлі қызық болады.